Қазақ тілі сабағында бүгінгі біздің тақырыбымыз зат есімнің жекеше түрі мен көше түрі. Зат есімнің бүгін біз сендермен зат есімнің жекеше түрі мен көше түрін ажыратуды үйренеміз. Дайынсыңдар ма балалар? Иә! Үйренгілерің келе ма? Иә! Ендеше біз өткен сабақта нені өттік? Есіңізге түсіріп, үйде сендерге ережелерді қайталауды берілген. Есіңізде ғой? Иә! Жақсы. Ендеше қазір зат есім дегеніміз не кім айтады? Зат есім дегеніміз Атын білдіретін сөздер. Сұрақтары. Кім, не, сұрақтарына жауап беретін сөз табыс. Жарайсыңдар балалар. Ал ендеше бұған дейінгі өткенді бәріміз бірге айтайық. Дайынбыз ба? Иә! Мен басын бастайын, сендер жалғастырып кетесіңдер. Дайынбыз ғой? Иә! Қазақ алфавитінде 42 әріп бар. дыбыс Дегеніміз естиміз, айтамыз. Әріп дегеніміз көреміз, жазамыз. өте жақсы. Ал енді дыбыстар Екіге бөлінеді. Дауыссыз, дауысты. дауысты дыбыстар қандайға бөлінеді? Дуалан, жіңішке. Дауыссыз дыбыстар Үнді, қандам. өте жақсы. Үнділерді кім айтып бере алады? Үнді дыбысталды. Кәдімгі бірге айтайықшы. Біз неменде рулимонография? Ал енді ұяңдарды. Қатақтарды. Жарайсыңдар балалар. Зат есім сұрақтары сонымен қандай екен? Кім? Кім кімдер деген сұрақтар кімге қойылады тек қана? Өте жақсы. Ал ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз зат есімнің жекеше түрі және көше түрі. Балалар, егер зат біреу ғана болса, ол зат есімнің жекеше түрі болады. Оған кім және не деген сұрақ қойылады? Мысалы, кім? Кім? Мысал келтіреміз. Кім? Бала. Кім? Әке. Кім? Ана. Өте жақсы. Енді не деген сұраққа жауап мысал келтірейік? Не? Ендеше балалар, осы кім не сұрағына жауап беретін және бір сөз болса, ол бір зат болса, ол зат есімнің несі? Жекеше түрі. Ал егер ол зат көп болса, мысалы, кімде деген, мысал келтіріңізші, кімде? Балалар. Кімде? Оқушылар. Кімдер? Мұғалімдер. Кімдер? Әкелер. Балалар. Өте жақсы. Аналар. Ал енді мұғалімдер. Енді нелер? Нелер? Айналар. Нелер? Бәріміз мысал келтіргіміз келе ме? Ендеше балалар, алдарыңа қазір сендерге 2 қағаз беріледі. Мұқият тыңдап алыңдар. 2 қағазға біреуіне мысал жазады. Кім деген сұраққа жауап, кім не сұрағына жауап береді? Жекеше түрін жазамыз. Ал біреуіне балалар көпше түрі зат есімге ла, ле, да, де, та, те деген көптік жалғаулары жарғанады. Жекешеге бір мысал, көпшеге бір мысал. Мысалы, Исмаил, сен қандай мысал келтіресің жекешеге? До, иә? Біреу до, мынаған до? Сен ше? Кітап? Өте жақсына топта, Айша? Түсіндік қой балалар, иә? Ендеше қазір осы бір қағаздан алып, жекеше қоржынға саламыз. Көпше түрдегіні көпше қоржынға саламыз. Екеуден аламыз, алдымызда. Аламыз. Мысал келеміз.
Eğer ekşi misal 8 desek ekşiden yaz. Bir tasmaga jekеше türü, bir tasmaga ko'pше türünü yazarız. Tezliklerimiz 3 minut vaqt berildi. Yazıp bo'lsa qo'shimga olib kelib salamiz. O'zing bir tez kelgan bir jekеше türü, bir ko'pше türü. Qaniki jekеше türüne bir misal keltiramiz, ko'pше türüne bir misal. Qaniki jekеше türüne do'q, ya'ni do'qdan o'ta yaxshi. Qaniki analar o'ta yaxshi. Qaniki qanday hisoblashi? Aytib ayting. O'ta yaxshi. Qaniki aytamiz. Bolalar o'ta yaxshi. Idislar o'ta yaxshi. Qani qo'shimlarga solamiz. Jekеше türü o'ta yaxshi. Qaniki kiyim. Bolalar o'ta yaxshi. Qani qo'shimlarimizni qo'shtiramiz. Dostlar, yaxshi. Bo'ldi bolalar, qani tez etamiz. Al balalar, son men sizler bugün zat kesiminin jekеше türü turалы түсіндіңдер, яғни bir ғана zat болsa, biz ол zat kesiminin қай түріне жатады? Jekеше. Ал көп болса, көпше. Қасиелерге бала тапсырма беріледі. Ол жерде суреттер араластырылып берілген. Ол жерде жекеше түрі де бар, көпше түрі де бар, кімдер сұрағына, нелер сұрағына жауап беретін де бар. Сендер соны тауып, өздері ажыратып береді. Қандай сұрақ берілген? Нелер? Ал енді мен қазір біртіндеп суреттерді көрсеткен кезде сендер жатады, жатпайды соны айтасыңдар. Жатады. Жылқылар жатады, жақсы. Жатпайды. Бұл кім деген сұраққа жауап береді? Аспазшы. Кім жатпайды? Жалпы түсіндіңдер, я? Ұшқыш. Ал сендер өздеріңе тиістің ішіне теріп алып, жапсаңыз. Кәнеге алдыңызда топтап тапсырманы ашамыз. Тапсырманы орындаймыз. Камераның ішінде суреттер берілген. Сол суреттерді сәйкестендіріп, ашамыз. Мінекей, ал осы ішіне табамыз. Суретті төгеміз, ортаға төгеміз. Бұл жатпайды, біреу ғана, кім деген сұраққа жауап береді?
topda birdek bo'ldi. Jaraydi. Mana birinchi topdan boshlab kelib qo'ydi. Hozir bolalar aldingiz bulay tasvirlasizlar. Muqayyat tundaymiz. Tunda ishqilib o'tiradi. Sen topdan qanday Kimdir? Sen sumaq qo'yasiz. Al sen javob berasiz. Jaraymi? Al boshlab. Tundaymiz. Kimdir desa? Kimdir? O'shalar durust. Kimdir? Ko'rsatyapman. Qurilish ishlari. Kimdir? 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 Balalar ya. Kimdir? Ishlar bular ya. Beshidir. Durust. Kimdir deganga bundan o'jadimi bolalar? Yo'q. Bir xatga ketdi ya, to'xta. Kelasi. Kimdir? So'roqlarni kimdir qo'y? Kimdir? Al bolalar to'xtab qo'shimcha ko'rsatamiz. Ikkinchi top kelamiz. Birinchi topda bir xatga ketdi, nesipda muallimda qo'shimcha berdi. Al endi sizlarga qanday savol keldi, javob beramiz. Neydi? Birimiz so'roq qo'yamiz. Qanday? Qo'shimcha. Ya'niki ukasini alamiz. Birimiz so'roq qo'yamiz, ikkinchimiz javob beramiz ya. Albatta. Kim? Asbash. Kim? Ya'ni qattiq. Kim? O'quvchi. Kim? Bala. Kim? Apa. Kim? Apa. Kim? Boş duruz. Kim? Sabiye. Bala durusma? Ya. Yenice isimleri. Kim degan so'roqqa javob beradi. Және kimdir degan so'roqqa yeni so'roqlarga javob beradi. Ajrata aldiqdan o'zimizga bir Kalbalar Albalar endi biz sendermen topda ajrata aldık ya. Endi qasingizlarni jupben Osman qisqasi topsirmadi. Bu yerda zat esimlerning jeki turi berilgan. Sender sol zat esimni kuyishi turga aylantirdi. Misoli, kuyishi, ata, tasbaqa, sol siyaqti o'g'an jalg'aymiz, ko'pdir jalg'aymiz. Ikkinchi ma'noda qaraymiz. Kersincha u yerda ko'p şey tur berilgan. Biz soni nega aylantirib kerak? Jeki turga. Tiyinlar, jemishlar, ushaqlar, Ana tushunti bo'ldi ya. Yetmish yilga 2 minut bergan. Shuncha tez arada birimiz aytib, birimiz yozuvga bo'ladi. Asık tar.
Vakit bitti. Yetişip aldığımızdaki jupluk tavsırmanı kelesi jupka veremiz. Kelesi jup bir-birin tekserek. Kendi tavsırmamızda avuşturamız. Tekseremiz. Tavsırmamızda avuşturamız. Tekseremiz. Жақсы. Kalamen tekserip bağamızda veremiz. Аллалар ендеше оқулықтағы жаттығуды орындап бітсек, бүгін сендердің зат есімнің жекеше түрі мен көпше түрін қаншалықты ажырата алатындарыңды анықтайтын бір тапсырма бар. Ол не? Қалыптастырушы бағалау. Мінеки балалар, осыған қарап, біз сендермен бүгінгі сабақта кім қаншалықты үйренгенін біле аламыз. Енді бірінші дискриптор. Сендер зат есімнің жекеше түрін ажырата алу керексіңдер. Екіншіден, зат есімнің көпше түрін ажыратып сызу керек. Өзге ойын түрінде береді. Бұл жерде балықшылар бар. Зат есімнің жекеше түрін жекешесіне, көпше түрге белгілейміз. Сендерге 4 минут уақыт беріледі, ал іске сәт. Бастаймыз. Жақсы, дұрыс белгілейміз. Сызып қарамыз қармақтарды. Балалар, қағазға аты жөнімізді жазуды ұмытпаймыз. Себебі мен сендердің осы жұмыстарына қарап, бүгінгі сабаққа баға беретін болады. Атымызды жазып қоямыз. Біріншіден. Не, дұрыс. Осы сұрақпен бізді аңғара аламыз, е? Кез келген қағалам болуға тұрмыз. Оқимыз. Ал қалар. Дұрыс көпшілігі. Біздер мөлік апарамыз олар. Кәнеке, дұрыс, жақсы. Кәнеке, мөлік жақсы болсақ есімімізді жазамыз, өткіземіз. Мен жинап аламын, ортаға қойып қоямыз. Дұрыс. Сұрақ қоямыз. Сұрақ қойғанға. Не? Он жекеше ме, көпше ме? Біреуі не көп болып тұр ма? Онда жекеше қойғанымыз, е? Жақсы. Жақсы. Есімімізді жазамыз. Жақсы. Алдымызды жинап қойғанымыз. Жарайсыңдар. Екінші топтағылар. Үшінші топ түгелдей бітті. Бір ғана оқушымыз қалды ма? Жарайсыңдар. 2 минут ішінде бітірді.
Керемет. Жарайсыздар. Жақсы. Дәл өзіндей неге көтеріп қолымызды қойып отырамыз. Жақсы, керемет. Мінекей, сұратымда болғандар бар ма? Керемет. Керемет. Жақсы. Ислам, болайын дедің бе? Жақсы. Жаңа кез келген қаламен сызады. Оны тастадық мына сызады. Уақытымыз алмайды. Жарайсыздар. Ал балар, сонымен бүгін сендермеміз. Енді өтті. Зат есімнің жекеше үйрендік па балар? Ажырата аламыз ба? Зат есімнің жекеше түріне қандай сұрақ қояды? Жекеше түріне кім? Ал егер көпше түрі болса ше? Өте жақсы балар. Ендеше соны түсінген болса, қазір біз сендермен бір дүниені ойнаймыз. Егер ол зат есімнің жекеше түрі болса, үндемей отырамыз. Көпше түрі болса, біз ба? Қана көп болса ғана. Біз көп нәрсеге қуанамыз ба? Бәріміз ғой, иә? Кітап десе біз орамыз ба? А кітаптар десе қалам десе орамыз ба? Дәптер? Жұлдыз? Бәріміз ба? Ендеше бастайық. 1, 2, 3. Қозы? Кәмпиттер? Алма? Гүл? Көшеге жатпайды. Жұлдыз? Тасбақалар? Жылқы? Сиыр? Боталар? Балар, бәріміз келдік. Біз зат есімнің жекеше түрі мен көпше түрі ажырата алдық. Ендеше қараймыз. Біз бүгін зат есімнің жекеше көпше түрін ажырата алсақ, ешқандай қиындықсыз әлі ажырататын болсақ, осыған жасырамыз. Ал егер ажыратуда қателесіп жатса, әлі де сұрақтарың болса, мына нұсқа. Ал егер апай, мен түсінген жоқпын, зат есімнің жекеше түрі мен көпше түрін әлі де түсінбедім дейтін болсаңдар, осында жасырамыз. Алдымыздағы стикерге бірінші есімімізді жазамыз, және сабақ сендерге қандай болды, ұнады ма, қандай сұрақтарың бар, соны жабыстырып, мұнда әкеп жабыстырамыз. Бірінші есімімізді жазамыз, сосын жазамыз. Түсіндім, ұнады деген сияқты, иә? Қанжан барлығын түсінікті. Айша түсінікті барлығы. Сабақ ұнады дейді. Керемет. Қанжанда түсінікті сабақтар. Сәтті керемет. Маған мен бәрі түсінікті дейді. Сабақ қатты ұнады дейді. Барлығын түсінікті дейді. Жақсы. Жақсырамыз. Мұхаммед әлі қателеседі екен, сұрақтары бар екен. Сабақ ұнатты біздің Калимаға. Керемет. Мен барлығын түсіндім. Өте жақсы балалар. Жарайсыңдар. Ендеше үйге тапсырма 95-ші сабақтағы 30-ші шақыртуды күнделігімізге жазып аламыз. Сабақ аяқталды. Оқушы ережесін білеміз. Коридорда қалай ұстау керек